Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Шмадияр Жабайхан және бұл Қарапайым Мастер каналы. Бүгінгі видео өте ерекше болмақ. Әдетте бұндай дрондарға экшн камера орнатылады, яғни әдемі видео шығару үшін. Ал мен бұл видеода экшн камера емес, iPhone телефонын, яғни ұялы телефонын осы дронға қосып қоямын. Бұл дрон көтере ала ма және қандай сапада түсіретін болады. Соны мен сіздерге эксперимент ретінде тексеріп көрсеткім келеді. Және өзіме де қызық болып тұр. Қысқасы, мен бүгін қалаға барып, яғни орталық паркке барып, досым екеуміз сіздерге өте керемет видео жасайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер және каналға жазып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Мынау пульта, мынау дронның өзі. Мына пластмасты мен қолдан жасадым, яғни сойды дәл осылай осы жерге орнататын боламын. Әлі бұлай ешкім істемеген, сондықтан мен істеп көргім келіп жатыр, өзім тест ретінде, эксперимент ретінде сіздерге қызық болу үшін. Бірінші өзін ұшырып көрсетейін сіздерге. Енді мына пультты қалай қосатын көрсетіп жіберейін. Дронды қостым. Осы кезде қосылып, мына жерде дронның заряд бәрін көрсетеді. Мынаны істесек, анау айналады. Ендігі кезек біз осы дронға бағанағы телефонды орнататын боламыз. Кірді әдем. Мен бұлай осылай телефонды жақсылап қысылатын орнаттым өзім. Міне телефон жақсы тұрады, бірақ кішкене дірілдейді. Батарейканы орнатамыз. Өзіме де қызық болып тұр, себебі телефонды көтере ма, көтермей ма, видео қалай шығады екен. Міне мынадан видео қосатын боламыз. Қайда камера? Видео кетті. Енді ең қызық сәт, біз осыны дәл қазір ұшыратын боламыз. Еркемен. iPhone шығарып атқан сөйлі. Видеоны көрсетіп жіберейік енді. Қалай шықты екен. Да, енді ішті кадрлар жасай жіберейік, ойдағыдай.
бірінші аккумуляторды бітірдік. Қарапайым видеолар түсіріп телефонмен. Енді біз бұның қаншалықты ұзаққа ұшатынын тексереміз. Яғни ағаштар жаққа дейін апарып көреміз. Және мына телефонға видео, және оператор сол жерге барып түсіріп тұрады. Болды онда. Міне дрон және еркебұлан операторым кетті сұрақта, мен камерамды алып кетті. Сол үшін мен мына жерде шестоймен түсіріп тұрмын. Дауыс нормально естіле ма? Қазір мына дронды ұшырып, осы камерамен еркебұланға дейін барғызам. Міне видео қосып жатыр. Және кеттік. Міне қазір дронды осында қарай жіберіп жатырмыз, ұзақтығын тексеру үшін. Бірінші құлады. Бірінші рет екінші заряды бітіп қалды ау. Көтерілмеді. Шеттері кішкене лай болған. Айфонның заман. Видео бар ғой енді. Осы шестойдағы видеоны көрсетемін сіздерге. Болды енді, до конца бітіп шықсай салайық. Болды. Көтерілмейді. Достар, видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Және бұл видеодан алған нәтижем, дрон телефонды оңай көтереді екен. Бірақ бір ғана кемшілік бар. Видеоның качествосы нашарлау, кішкене қатты дірілдейді. Сондықтан да мен осы кемшілікпен айналыстым үйге келіп. Және себебін таптым. Сондықтан да келесі видеода мен осы кемшілігін қалай тапқанымды көрсететін боламын, және сапалы видеолар көрсететін боламын. Сондықтан да каналға жазып лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Бірінші видеодан кейін мен түсіндім камера неге дірілдейтінін.